Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, жұп-жұмсақ болатын, дәмді булочкалардың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл булочкалардың дәмді болып шыққаны сонша, балаларым түк қалдырмай жеп қойды. Сіздерге де жасап көруге кеңесімді беремін. Алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер. Ал енді бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүттің жылы болуы маңызды. Одан кейін қантты, тұзды салып, жақсылап қант ерігенше араластыратын боламыз. Ендігі кезек үстіне сары майымызды құйып, және де бір жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Содан соң үстіне ашытқы және де еліктен өткізілген ұнды салып араластырып аламыз. Алдымен мен осылай венчикпен араластырдым. Кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейтін боламыз. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, подписка батырмасын баса кетіңіздер, және де қоңырауша батырмасын басып кетіңіздер. Алда өте керемет әртүрлі тағамдардың рецепттерін осы каналға шығарып отыратын боламын. Енді үстіне бір ас қасық сұйық майымызды құйып, қолымызбен тағы да жақсылап илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді жылы жерге бетін жауып, көтерілгенше 1 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей, біздің қамырымыз өте жақсы көтерілді. Енді үстелдің үстіне қойып, осы қамырды видеодағыдай қолымызбен домалатып, пышақпен бірнеше бөліктерге бөлетін боламыз. Енді қамырды оқтаудың көмегімен осылайша сопақша етіп жаямыз. Үстіне начинкасын саламыз, яғни салмасын. Мен вареный сгущенканы қолдандым. Сіздер джем болмаса шоколадты салсаңыздар да болады. Олайда өте дәмді болып шығады. Ол енді өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай. Салмамыз ағып кетпеуі үшін қамырдың осылай шеттерін қолымызбен жабыстырамыз, және де видеодағыдай пышақпен осылайша кесіп шығамыз. Қалған булочкаларымызды да тура осылай жасап шығамыз. Барлығын жасап болғаннан кейін бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Сол кезде одан да үлкен болып көтеріледі. Булочкалардың бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минут қойып пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің өте жұп-жұмсақ, үлпілдек, өте дәмді булочкаларымыз дайын. Шынымды айтсам, мен бұл булочканы осы рецептпен алғаш рет жасап көруім. Бұдан кейін де жасап жүретін боламын, себебі бұл рецепт маған өте қатты ұнады. Сіздерге де кеңесімді беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.